Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мұрат. Достар, мынаны қараңыздар. Бүгін мынаны өшіріп қояйық. Сағат 11:26 1 декабрь дейді. Бүгін жексенбі күні Тарлан парктен 2010 салуымыз керек. Мен мынаны көрсетейін сіздерге. Барлығынан қызығы мынаны қараңыздар. Өткен айға мен мынандай ғана істедім. Позор ғой, позор. Енді бұлайға Құдай қаласа жақсылап тұр жұмыс істеуіміз керек. Өткен айға мен бір не алмаппын. 2000 теңгелік Тарлан парктың бонусы бар ғой, 2000 теңге. Соны бірде-бірін алмаппын бар ғой. Шерменде. Все, хорошо. Осылай. Короче, бүгін жексенбі 20 заказ орындаймыз. Енді 20-дан көп орындаймыз да 2000 теңге бонус аламыз. Тарлан паркты білесіздер, бонустары көп. Апта сайынғы 2000 бонусы бар. Одан кейін 40 000 теңге жаңадан тіркелгендерге бар. Одан кейін парковый ИП ашуға болады, мен сияқты 4-17 болады. Бірақ ақшаларыңызды қалаған күндеріңіз қалағанша шығара бересіздер, без комиссия шығарасыздар. Одан кейін поддержкалары бар, анау мынау деген сияқты ғой. Жақсы. Менің машинам әлі жылыған жоқ. Мен пешті қосайын. Кішкене су көтерілді. Машинам 9191 километр дейді. Осыншама жүріп тастадым. Айтпақшы, камера мінекей салонда алады, но сыртта алады. Көрініп тұр ма? Мінекей, но мен. Анау арттағы адамдар. Короче, барлығын түсіреміз енді. Уақыт дұрыс көрсетіп тұр, сағатты дұрыс көрсетіп тұр, барлығы дұрыс. Мен мынандай жұмыс істеп, видео түсірмегелі қай заман болып кетті, себебі жұмысым өте көбейіп кетті. Білесіздер ғой, мен жұмысым өте көп. Машина тапсырады өткізем, машина сатып алу керек, ремонт жасау керек, аңға бару керек, Шымкентке бару керек, дәрігерге бару керек. Короче, айтқанда бар ғой, вообще жұмыс көбейіп кетті. Өзім кішкене еще ауырып қалдым. Соған дәрі-бәрілерді ішіп жүрмін. Мынандай әджисеп па бірдеңе дегенді қарап жүрмін. Одан кейін қалғаны жақсы, Құдай қаласа. Линияға шығайық. Мен кеше түнде футболдан кейін бір заказ орындағам. Яғни 2 заказ орындадым, біреу кешегі күнге, бүгінгі күнге. Комфорт плюс, ой, мейлі қысқа заказ ала берейік. Комфорт плюс тарифінде қысқа заказ түсті. Бастадық ал, бисмилля. ЖК Мечтадан қай жерге қысқа заказ ғана, плюс 450 мен түсті. 1,8 километр ғана бұлай жүрсе негізі. Айналып барсақ 2-3 километр екен. 450 коэффициент, примерно 1000 теңге, 1100 теңге шығып қалады, Құдай қаласа. Осылай жолдар кішкене тәуір болып қалғаны мына жердің. Мына үйлерде паркинг бар ма өзі? Кешкісін келсең машина қоя алмайсың. Телефонға әдемі көрінеді екен я мына жерлер. Мына жерге еще мектеп салып жатыр. И одан кейін пробка басталады. Мына жерде коэффициент жанып тұр да, мына жерге 1200 алып келдім ғой, бағана қысқа заказды. И одан кейін маған мына жерден заказ түсті. Мына жерден мегасупойға. Мен не істедім? 350 коэффициентпен ғана түсті. Мен оны алдында отмена жасадым. Не үшін? Себебі мына жерде 1000 бірдеңе коэффициент жанып тұр, ал маған 350 мен ғана беріп тұр да. И сосын мен алдында пропустить жасадым, бәлкім одан кішкене көбірек коэффициентпен беріп қалады. Сосын прямо жағалаудан, арт жақтан республикаға берді, 1450 коэффициентпен берді. Точно адресті айтам, Молдағалиева 6К/1-ден республика 21-ге 1450 коэффициентпен. Ол дегеніміз примерно 2000-2250 теңге шығады. Ал бағанағы 350 мен алғанымыз 1000 ары барса 1800 теңге шығатын еді. Еще ол алыс. Мынау қысқа. Қанша километр екен? Мынау да қысқа емес екен, 10 километр екен. Значит, одан көп шығады.
қазір көреміз қанша шығатынын. Бірінші тапсырысты орындадық, яғни бүгіндікке екінші тапсырысты орындадық. Түнде біреуін орындап қойғам да. Бүгін сағат таңғы 9-да тұрдым. Анау кеше футболдан кейін кішкене шаршағанбыз. Айтпақшы, апта сайын футболға барып жүрмін. Жігіттер бар, жиналған қосшыға барам. Апта сайын 2 сағат рахаттанып ойнаймыз. Денсаулықта керек қой. Содан кейін бүгін таңғы 9-да тұрып, анау жасап, кішкене кеш шықтым да, 11:20-да заказ қабылдадым. Солай болып қалды. Бүгін кешке дейін тоқтамай жұмыс істеп тастау керек. Бүгін Демежанда страшно жұмыс істеп жатыр. Ассалаумағалейкум. Республика 21, Да. 10 километр 2930 теңге шықты. 350 коэффициентпен алған жоқпын да, 1450 мен алдым. Коэффициент жанып тұрған жерде бар ғой. Бана 2900 шыққаннан кейін біреу отмена жасап жіберді. Мынау отмена жасап жіберді. Бұл да қысқа заказ шығып еді. Ол отмена жасады. Енді тағы қысқа заказ шықты. 600-700 теңге баратын шығармыз. Мінекей 6,5 минутта алып келдім. Комфорт плюс тариф отмена жасамапты. Комфорт плюс-та түскен ғой мынау. Енді ол да алыс емес енді. Мақтайтындай. Жоқ, 4 километр бар екен. Машина жоқ па артта? Бар екен. Ол жақта да келе жатыр. Что-то көбейіп кетті. Комфорт плюстан комфорт плюс түсіп отыр ғой. Жетіп келмей тұрып заказ беріп отыр ғой. Бүгін жексенбі комфорт плюс бизнес жақсы болатын күн ба дейме. Айтпақшы, ультима не болып жатыр? Ультима деген тариф кірді деді, бірақ ешкім ештеңе білмейді. Не болып жатыр, қалай болып жатыр. Мен примерно көрдім, 60 мыңға дейін бонус бар екен бір күнде, бірақ максимум ары барса 30 мыңын әрең аласың дейді. Заказ жоқ дейді, отмена дейді. Енді мен естуім бойынша, мен тікелей жүргізушімен сөйлесіп көрген жоқпын. Солай деп жатыр. Негізі қалай болып жатыр ультима? Бізде 5 заказ болды, қателеспесем, или 6 заказ болды ма? Ойбай, мен өтіп кеттім ғой. Ар жақтан айналып келе саламыз. Осылай болады. Өтіп кете саласың ой мен. Комфорт плюс тастадым, тағы комфорт плюс берді. Плюс 250 мен. Қазір көрсетем бүгінге неше комфорт плюс. Мінекей шыққаннан кейін 1, 2, 3, 4-ші комфорт плюсқа барайын деп атым. Мұна түндегі сенің есептемейміз. 11:30-нен бастап есептейміз. Осылай мінекей күн деген вообще страшно болып тұр бар ғой. Күнде осылай болса ғой, кішкене міне 10-11 градус суық. Ешқандай ерімейді, былш-былш емес, әдемі. Бірақ Астанада қалайда шаң болып кетіп жатыр. Кеше түнде жуған, мынау таңертең болған нәрсе. Капотта шаң ғой, көрініп тұрған шығар сіздерге. Қуанышымыз көпке созылмады, себебі мынау деген отмена басып жіберді. Келіп на месте басқаннан кейін отмена басып жіберді. Лишний деп тұр. Мен мына үйде тұрады екен. Бір боқтап жіберсеңіздер маған қосылып. Сағат 11:39-да біріншісін қабылдағам. 2 сағатта 6 тапсырыс. 8 мың теңге шықты. Мынау 7-ші тапсырыс. 9 тапсырыс 10 мың теңге, сағат 2 болды. Бір жерге барып келу керек екенін ұмытып кеттім. Айтпақшы, өткенде мен золотаға, платинаға өте алған жоқпын золота. Ал рейтинге келетін болсақ, 1 айдан асып қалды, 5-те тұр. Активность 100. Уәде берген жерімізге барып келейік, одан кейін қайтадан жұмысқа шығамыз. 9966 екен ғой. Осылай. Мінекей, просьбаны алып алдық. Короче, алып алдық, енді апарамыз, одан кейін қайтадан жұмыс бастаймыз. Жұмыстарды бітіріп, бірінші тапсырысты алып едім. Нұрлы жол вокзалға берді. Тұран 34
А дроп Туран 34А бірінші подъезден Нұрлы жол вокзалға. Заказ қалды, бірінші подъездің алдында тұрсам, звондайды. Сіз не үшін мені алдынан өтіп кеттіңіз? Мен 11-ші подъезде көрсеттім ғой дейді. Ол 34-тің өзінде екен, 11-ші подъез екен. Ал мен 34А бірінші подъезге келіп тұрмын. Арасында бір-ақ подъез бар. Заказ беріп жатыр. Қай жерге беріп жатыр? Таңғалдым мына жерде. И солай не үшін келдің дейді ол жерге, не үшін кетіп қалдың, неге өтіп кеттің дейді. Сосын артпен жүріп бардым да, енді машина ондай көп емес қой. Бардым да, артқы багажникті ашайын, заттарын салсын десем, тағы айтады ғой. Почему проезжали? Деп недовольны немен айтып жатыр да. Сосын телефонды алдым да, осылай маңдайын алып келдім ғой былай. Мә, көр дедім ғой. Не бұл дейді. Сонымен бірінші подъезд деп жазылып тұр ма? 34А бірінші подъезд деп жазылып тұр ма десем, мен 11-ші подъезді көрсеттім ғой. Сен қайсысын көрсеткеніңді мен иіскеп білем ба? Менде не жазылып тұр, сол жерге келем ғой, дұрыс па? Мен сен қай жерде тұрған қайдан білейін? Мен жазылған жерге барам, точкаға барам. Миларыңызды кішкентай ғана қосыңыздар, кішкентай ғана. Қазіргі таксистерде анау иіскеп білу деген қабілет жоқ. Ана мынауды отмена жасап жіберді. Иіскеу қабілетіміз жоқ. Біз мынау 11-ші подъезде сияқты деп айта алмаймыз, біз білмейміз олай. Біз қай жерге жазылып тұр, сол жерге келеміз. Солай біздікі. Дұрыс түсініңіздер. Хорошо? Барғаннан кейін сразу лайнан жасамай. Менде енді 10 тапсырыс болды. Бағанағы өтініш шығып қалды да, ол өтініш жасамасақ та болмайтын еді. Кеше уәде беріп қойған едім да, оны жасамасам ұят болып қалатын еді. Солай. 10 тапсырыс 11.700 теңге, сағат 3:30. Мына 12-ші тапсырысымды керуенге алып келдім да, мынаны қараңыздаршы, айналасы не болып жатыр. Мына жерден басталды пробка. Мына жерге келгенге дейін отырды ғой. Мына жерде анау не шығаратын адам тупить етіп тұр да. Светофор қызыл жанып тұр, мына жақтан паркингден адам шығарып жатыр. Мына жерден тоқтатып былай өткізіп жіберсе, мына жерге дейін пробка емес та. Енді мына жерге дейін машина тез кетеді. Мынау өтірік қызыл. Мына жерге дейін қызыл, мынау қызыл. Енді қазір барлығы қызыл болған шығар анау баланың несінен. Өкіндіріп жіберді ғой бір заказым, өкіндіріп жіберді. 13 тапсырыс болды. Ойбай, мен түрсе жыртылғанша істеп бір 30-40 заказ орындап тастаймын деп едім. Что-то тоқтап қалдым. Енді бағанағы өтінішке кішкене уақыт кетті. Одан кейін 1-2 жерде заказ тостым. Перерыв жасадым, кофе ішіп. Сонымен аэропорттамын қазір. Тек қана комфорт плюс тарифінде отырмын аэропортта. 45 минут кішкене дем алып алам. Сосын ары қарай түнгі 11-ге дейін істеуге тырысамын құдай қаласа. Кассаны көтеру керек. Касса 16 мың қаз. 20 тапсырыс сондай қиын болып кетті бар ғой. 16 тапсырыс болды. Мынандай жұмыс жасамай жүргеннен кейін бар ғой. Мынау ден деген қайда. Мынандай жұмыс жасамай жүргеннен кейін бір күнде 20 тапсырыс орындау қиын болып кетті. Енді құдай қаласа күнде жұмысқа шығамыз, күнде. Осылай. 16 тапсырыс 19.800 теңге. Жиырма 22 тапсырыс болды. Неге мынау обновление болмай жатыр? Міне, 22 тапсырыс көрініп тұр ма? Мен жазып қойдым. Қателеспесем. Все, мойка түсіріп берді. 20 тапсырыс болған кезде жібердім, түсірді. Заказ, комфорт плюс дейді. Күтем ма? Біз жеттік. 22 тапсырыс, сағат 9:15. Все, 22-27 уақыт болды. Менде 25 тапсырыс, 28.200 теңге, плюс 2.000 бонус 30.200, плюс 5.500 теңге бағана. Просьбамен жүрген адам 5.500 теңге берген. Сонда жалпы айтқанда 35.700 теңге жұмыс істедім.
5700 минус жасап жіберсек 30 000 теңге құдай қаласа қалтаға қалды. Бүгін жақсы жұмыс істедік, жақсы жүрдік. Қазір Көкталдамыз, енді домой басамыз. Жетіп анау мынау біткенге дейін сағатта 12 болады. Осылай достар, бүгін жұмыс жақсы болды, жаман емес, өте жақсы. Айтпақшы достар, менің каналым 10 000-ға жақындап қалды. Давайте тез-тез жеткізіп тастайық, сосын 1 миллионға жетсек, айттым ғой, Мерседес салонынан барып, сол кездегі ең қолжетімді машинаны алам. Одан кейін апта сайын 5-10 адамды тегін таситын боламын сол машинада. Даже егер мен таксовать етпесем де, осы уәдемде тұрам, құдай қаласа. Осылай достар, каналды қолдап кетсеңіздер, лайктарыңызды бассаңыздар, комментарияларыңызды жазсаңыздар, өте күшті болушы еді. Рахмет барлықтарыңызға, сау аман болыңыздар.